Ассалаумағалейкум достар. Бүгін қоншықты серуендетуге шыққам. Күшікпен бүгін қыдыру керек. Көп болды бұны шықпағалы. Бүгінгі видео сол прогулка. Құрметті көрермендер, қазір итті адам көп жүре бермейтін поляға апаратын боламын. Сояқта босатып жүріп қайтамыз. Міне осыны ішіпке баяқ қойған болатын. Мойында ошейнигі бар. Сол әсіп келе жатырмыз. Көшеде жүр, серуендеп, қуанып, күшік деген. Жүгіріңіз, жүгір, давай, бас. Мен жүргізсем тұры жүгір, давай, жүгір, алдынан шықпа, жүгір, бол, тыныш. Жақсы жүрдіңіз. Көпірге келіп қалдық. Мына жақта өзен бар, поля бар. Мына поляның қазір ар жағына айланып баратын боламыз. Мынау Бакат трассасы. Ал мынау осы Илийский трак көшесі. Трассадан тыныш жолға түстік. Жүр. Қазір поляға түсетін боламыз. Аяққа осындай оги киіп алдым. Жақсы аяқ киімдер. Осындай қарлы қалың жерде, тау ортасы жерде жүруге арналған. Қазір мұнда ағыс бар. Кіші Алматы өзені деген өзен. Нәқді иттер қапты күтті. Қазір сыр жейін. Міне. Қоншық екеуміз осындай жерге келдік. Қасымызда өзен тұр. Міне қоншық. Артымда көл тұр. Енді су азайып біткен, енді құрак біткен. Поля. Алдымда өзен. Ал біз аржығыдай барайық. Мұнда не бар? Көпір, асы сарқырамасы бар. Осындай көпір өстіп жауып қоятын, бекітетін жерлері бар. Суды бөгіп қояды, плотина сияқты. Мына жақта кішкентай дөң бар, алдымызда және де Бакат трассасы бар. Мына өзенде балықтар бар. Асман, жуан балық деген, карасик деген кішкентай, амур деген балықтар бар. Осы ағыста. Сосын, міне осы жерде кадокпен кішкентай кезімде жиі сырғанайтынмын. Осы алдымда дөңге шығыламда шанамен кетемін. Кететінмін. Қазір енді поляда босатып қойын деп жатырмын. Қоншық. Шарик. Ал, жүгір. Шарик, жүгір. Дөңге шығам дейді. Осы жақта. Міне осындай картина шығады. Берге, Шарик, мә. Ақтыс, қоншық, мә. Қоншық, мә.
Қайт. Молодец. Жүр. Мұнда үйректер, қырғауылдар бар. Бұрында мына жақтың бәрі ағашты жер болатын, трасса болмаған. Сол кезде қырғауылдар көп болатын. Құмай деген, лашын деген құстар бар. Бір күттектес. Және де кірпі бар мұнда. Бірақ кірпіні өзім ұстап көрмеппін. Бірақ өлген денелерін тапқам. Үйректер кетіп бара жатыр. 10-15 шақты. Мұнда үйрек бар. Қолын шық, берге. Түс, берге. Түс. Берге. Жүр кеттік. Мына телефонын маған түсірген нәрсем кішкене қараңғы болып тұр, анық көрінбей тұр. Қазір біз Әлмерек кесенесіне қаратай, бағытқа қаратай кетіп бара жатырмыз. Уже Әлмерек кесенесін күнбез көріне бастады алдында. Кеттік. Айта кетсем, мен жаңадан бастап келе жатқан ютубермін. Бәрін осы өзімнің Samsung деген телефоным бар, соған түсіріп жатырмын. Ойым осы YouTube арнама видео түсіріп дамытсам деп ойлаймын. Болашақта сол камера алып, штатив, тағы да басқа заттарын алып, жақсы сапада қызықты нишаларда түсіретін боламын. Әзірше сол күшімді тау отасты полялармен жерлерден қыдыртамын. Сол сіздерге бір видео түсіріп жүрем деген ой. Полямен келе жатырмын. Ағыстың бойымен. Қасында қонжық жүр. Бағана айта кеткендегідей, мен жаңадан бастап келе жатқан ютубермін. Айтады ғой, әр бизнес нөлден басталады дейді. Сол секілді мен де қолдағы бар затпен, бар затқа қанағат, бар мен базар дегенде осы телефонмен түсіре бастағам. Сол болашақта бір жақсы әртүрлі видеолар түсірем. Күн жыласын. Өзіме итпен серуендеген ұнайды. Жақсы. Андай үйде телефон қарап жатқанша итпен бір серуендеп қайтқан жақсы. Мына жақта бір жар бар осындай. Қатты жақындамай қойын, өзім түсіп жүрмін. Бұл өзен Алматыда, аэропорт жақта көл бар. Судан ағып келетін өзен. Мұнда көлдің орны бар. Бұрына осы жерде көл болған. Міне, көріп тұрғандарыңыздай орны тұр, кәдімгі терең. 3-4 метрдей құрап тұр, биіктігі. Мынау өзен ағып келген, ағысы қатты бұның.
Бүгін Алматыда кішкене қар жауып жатыр. Күн жылы, бірақ жауса да табиғат әдемі болып тұр, ауа райы жақсы. Бүгін ақпанның 24-і сенбі күні. Бүгін сол итпен серуендеймін деп шештім. Осы видеом түсірейін деп. Қазір кішкене ар жаққа дейін итпен барамын да, сосын үйге қайтамын. Мұнда осындай жар бар. Менің күшігім әне кетті. Өз түлкіге ұқсайды. Сап-сары, тұмсық қара, томпақ. Мына жерде жар. Бар, бас, жүгір, чап, жүгір. Мен жүгірсем, бұл да жүгіреді. Жүгір, бас, жүгір. Жүгір. Әлмерек кесенесі міне. Ал мұнда тікерде барсақ Әлмерек ауылы. Арғатай Бесағаш, Талғар. Одан кейін мұнда тау бар. Көктөбе көріну керек болатын. Бірақ бүгін тұманды болып тұр. Қазір осы жерге жазда көктемде түсірген бір фотоны сақ қойын, әдемі. Сол кезде көресіздер қандай табиғат екенін. Әлмерек кесенесінде мына жақта душ бар. Адамдар суға түседі. Мұнда бір кісі малын бағып жүр екен. Мұнда Әлмерек кесенесінде су ішеді адамдар. Суға түседі. Кел су деп, святая вода деп түседі ғой. Алдында ағаш тұр, бұл жай ағаш емес. Бұл жапырақтар қызыл болатын ағаш көктемде. Сирек кездесетін ағаш. Қазір суреті болса сап көрейін осы жерге. Көктемде ауа амандығын бұйыртса, осы жерде бір түсіріп жүремін. Ал достар, біз баратын жерімізге жеттік. Бұл қазақша менің YouTube каналым. Видео ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Сонымен мен осы видеомды тәмамдайын. Көріскенше күн жақсы.